Сәлем достар, бүгін сіздерге сүзбелі таяқша жасауды ұсынамын. Видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма тіркеліңіздер. Ең алдымен сүзбені ұзын-ұзын қылып турап аламыз. Чипсыды блендермен немесе пакетке салып, оқтаумен ұсақтап аламыз. Чипсыдың орнына кептірілген нан ұнтағын қолдануға болады. Екі жұмыртқаға шамалы сүт қосып, жақсылап араластырамыз. Сүзбемізді жұмыртқаға салып, одан кейін ұнға аунатамыз. Қайтадан жұмыртқаға салып, чипсыйымызға аунатамыз. Барлық сүзбелерімізді осылай дайындап аламыз. Майды қыздырамыз. Қыздырылған майымызға салып, жақсылап қуырып аламыз. 1-2 минутта тез қуырылады. Өте дәмді болып шығады. Ыстық күйінде жеу керек, немесе микроволновкаға жылытып алу керек. Жасап көріңіздер.